Лайк басқаннан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Әр қазақ тепсініп тұрып, теңдік сұраса, әр қазақ менің құқымды сен таптауға тиісті емессің деп өз құқын қорғай білетін болса, мынау ұры қарақшы бандиттерден құралған қазақтың билігін басып алып отырған отаршыл орыстың басыбайлы кесік құлақты құлдарынан құтылатын күніміз алыс емес. Адамзаттық деңгейде алып бай болған, бүкіл әулетін, кланын айналасына үйіп алған, 30 жыл Қазақстанды тапжылтпай, тыпыр еткізбей ұстап отырған Назарбаев заманы аяқтады ма? Аяқтады. Қазіргі қалғандар сол Назарбаевты динозавр десек, сол Назарбаевтың тұқымдастары, кесірткелер мен жылан бақашаяндар ғана қалды. Түйені жел ұшырса, ешкіні аспаннан көресің деген. Қазақ бір қозғалып, түйені ұшырдау. Енді қазіргі қалған ұрығары қарақшы қашан қазақ мінез көрсетеді деп чемоданын буып-түйіп дайындалып отыр. Қатын бала шағасын мынау аудандық деңгейдегі кадрларға дейін әлде қашан шетел асырып қойды. Ұрлаған ақшасы аздау, өзі бейғамдаулары ғана ел ішінде жүру дегенің болмаса, мынау министрлеріңнен тартып, ұлттық қауіпсіздіктің лауазымды тұлғаларының бала шағасы, бәйбіше тоқалының бәрі шетел асып болды. Бұлар тек қазақтың ендігі бір тепсінгенін ғана күтіп отыр. Қазақ шынайы ашуға мініп, бір тепсінсе, бір қайрат көрсетсе, мыналарың ешкім ұрмай соқпай-ақ, ешкім ештеңке жармай-ақ, өзі-ақ қашып пысып жоғалмақ. Тіпті бір күні президент те, Ақорда да, парламент те боп-бос болып, әлгілерді лупамен іздеп те табалмай қалатын күніміз болады. Орыс құлаған күні Путин тасталқаларын қазақтың азаматтары көше-көшеден, қуыс-қуыстан қуып жүріп, есеп айыратын күн болады. Қазақтың өз байлығы өзіне бұйыратын, Қазақстанда барлық заңсыз сот аяқтайтын, әділ тәуелсіз сот болатын, әділ тәуелсіз сайлау болатын, баспа сөзге еркіндік берілетін, үш билік тәуелсіз дербес тұратын, әділ сайлау әрбір азаматтың қолында болатын, әрбір азамат өзінің даусымен өзінің ауылының әкімін, ауданының әкімін, облысының әкімін, өзінің премьерін сайлайтын. Әр облыс бейне Американың әр штаты сияқты тәуелсіз болатын, әр облыстың әкімі президентке жауап бермейтін, президент бөлек сайланатын, облыс әкімдері бөлек сайланатын, шын мәніндегі нағыз демократиялы батыстық жүйені орнатамыз. Сот президентке бағынбайтын, сот қаласа президенттің өзін соттайтын, әкімшілік бөлек, заң шығару бөлек, заңды атқару бөлек болатын, үш билік бөлісілген, ақпарат бәрін бақылайтын, төрт билік тепе-тең тұратын батыстық жүйеден өзге қазірге дейін адамзат үкіметті жасақтайтын керемет жүйе ойлап тапқан жоқ. Біз Қазақстанға осы демократиялық еркіндікті алып келсек дейміз. 30 жыл тағына жабысып қалғандардың халыққа не әкелетінін білдік. Айналасына кланын, жақынын ғана үйіп алатындардың әділетсіздікті қалай орнататынын білдік. Ақшаға, байлыққа, мансапқа құныққандардың, заңды қалағанша өзгертетіндердің 4 жастағы сәбиге дейін аямай атып тастайтынын кешегі қаңтарда көрдік. Бас көтерген азаматының Алтынбегін, Заманбегін, Дулат Ағаділін, оның ұлын Аронды қалай өлтіретінін Назарбаев көрсетті. Қазақ көтерілсе қалай қыратынын Тоқаев көрсетті. Орыстың қазақты әлі билеп отырғанын қаңтар дәлелдеді. Енді бізге осы орыс отаршылдарымен және олардың итаршыларымен, Қытай отаршылдарымен және олардың итаршыларымен күрестен басқа жол қалған жоқ. Ол үшін бізге батыстық демократиялық жүйе ғана керек. Нағыз батыстық демократиялық жүйеде әркімнің діни нанымына құрмет, әркімнің ұстанымына құрмет. Сен басқа бір азаматтардың адамдық құқығына қол сұқпасаң, ата заңға қарсы келмесең, қылмыстық заңдарға қарсы келмесең, моральдық кодекстерді бұзбасаң,
сенің барлық еркіндігің қамтамасыз етілуге тиіс. Міне батыс сонысымен мықты. Міне сол батыс мынау сіз киіп отырған, тіпті сіз пайдаланып отырған бүкіл озық нәрсені жасап келеді. Неге 3-4 ғасыр үздіксіз дамиды? Ал кезіндегі шығыс болсын, басқа болсын, өркениеттер неге бір мезет дәурендеп құлап қалды? Неге үздіксіз дамуға қарай бет алды олар? Ендеше соны зерттейік, артығын алайық, асылын алайық, жасығын тастайық. Біздің қолайымызға ұнайтындарын алайық, біздің қолайымызға келмейтінін қалдырайық. Бірақ ең бастысы, әр қазақ мемлекетті төте басқара алатын, әрбір қазақтың азаматы демократиялы түрде мемлекетке өзінің саяси көзқарасын жеткізе алатын, ешқандай билеуші таққа 2 мәртеден артық жабысып қалмайтын осы батыстық жүйеден артығы жоқ. Иә, батыста бір қыңыр басшылар болады, кейде соғыстар болады. Бірақ ол қанша десе де бір мәртесі 4 жыл, 2 жыл 8 жылдан ары отыра алмайды. Тіпті 4 жылдан соң жұлып алып тастайды. Айналасына үйіп алайын десе үй алмайды. Неге? Жүйе жасалған. Сотты алып тастай алмайды. Неге? Сот биліктен тәуелсіз. Заңды өзгерте алмайды. Неге? Парламент, сенат заң жасайды. Заңды атқарғанда президент не премьер билік ете алмайды. Неге? Заңды атқарушылар тәуелсіз болады. Ал әкімшілікке килік алмайды. Неге? Әкімшілік өзінің құрылымымен есеп қисабын, ақшасын өзі жасайды. Салық тастай, ұрлық жоқ. Сот тәуелсіз. Бірін-бірі қадағалап, бақылап отыр. Бұлай қарасаң, Құдай жаратқан хикмет жүйеге келеді. Көз көреді, құлақ тыңдайды, ауыз жейді, тіл дәмсезеді, сөйлейді. Өкпе тыныс алып, бүйрек сумен айналсады, бауыр қанмен айналсады. Ал осы жүйенің барлығы бірмен бірі қалай сәйкесіп үндесіп отыр? Видеоны көріп отырсыз, көзіңізді істеп отыр, құлағыңызды істеп тұр. Бүкіл жүйе істеп отыр. Сен аузыңмен сөйлей бор, мен сені өстіп тұрғызбайым деп тізем тәуелсіздік алып кеткен жоқ. Табаным ренжіп қашып кеткен жоқ. Мені экранға табанды көрсетпейсің, қашан көрсең жалпақ бетіңді, қазан басыңды көрсетесің деп денемнің басқа жері ренжіп кеткен жоқ. Тұтас бүкіл бір дене болып, бір мақсатта істеп тұр. Батыстың жүйесі де сол Құдай жаратқан мүлтіксіз адам жүйесіне ұқсатылған жүйе. Ал бізде сөйлейтінде біреу, искейтінде біреу, атқаратында біреу, көретінде біреу, бәрін өзі істейді. Назарбаев, Тоқаевтық жүйе. Өздері ғана біледі, өздері шешеді, сайлауды өздері біледі, заңды өздері біледі, ұрласа өздері біледі, контрактты өздері біледі, сот өз қолдарында, прокуратура өз қолында, полиция өз қолдарында, армияда өз қолдарында. Конституцияны қаласа өзгертеді. Сосын зұлымдықтың барлығы содан басталады.